Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалайсыңдар достар? Міне бүгін мен және Серік ағамыз Ақсу қаласына келдік. Ақсу қаласының темір жол вокзалының қасында осындай үйлер көрсеткім келеді. Жаңа үйлер салынған, қандастарға арналған үйлер. Монғолиядан келген, Өзбекстаннан келген, Қытайдан келген қазақтарға арналған үйлерді салған. Сол кішкене сол үйлерді көрсетіп, кішкене сұхбат алып, осы жердің тұрғындар. Сосын қандай мәселе бар, көрсетеміз, сұраймыз. Сол Бурахан бауырымызды қолдаймыз. Солтүстік Қазақстан облысында тұрады. Сол бізге кішкене подсказка беріп, осы жерге барып келуге болады деп сұхбат алуға. Сол Айдарым, қазір дағды аралап шығамыз. Ассалаумағалейкум ата. Алейкум. Міне бүгін біз Павлодар қаласынан Ақсу қаласына келдік. Осындай міне үйлер үкімет салды. Осы үйлер қандастарға арналған үйлер, иә? Сіз өзіңіз кішкене өз туралы аты жөніңіз, қай жақтан келдіңіз, айтсаңыз. Аты жөнім Наурызбаев, Мүлікберді документальный. Былайынша атым Мәуленберді. Өзбекстаннан көшіп келдім 12-ші жылы. Пенсияға сояқтан 60-та шығарады ояқта. Пенсияға сояқтан шығып келдім. Бірақ бұл жерде майда-шүйде сторож болып жұмыс істедім. Біраз жұмыс істедіңіз, иә? Осы үй қашан сізге берді? Атамыздың атқан бойынша 4 жыл болды. 4 жыл болды. 4 жылда не алса жер. Үйдің сапасы жаман емес. Жақсы, мен жаңа сұрадым. Үйдің сапасы жаман. Сапасы Су жақсы. бәрі бар, Иә, суы, мұздай суы, отопление бәрі бар. Сәлемет сапа. Өзіңіз пеш жақпайсыз, Жоқ, үкімет. Үкіметтен жақсы. Түсінікті. Сол келдік, кішкене жағдайын сұрап, қалай мұнда сізге ұнап тұр ма? Өзбекстаннан келдіңіз, Иә. Сол жақында Самат сапай, сіз де мұнда көшіп келдіңіз ба? Иә. Қай жақтан көшіп келдіңіз? Өзбекстаннан. Бірге тұрасыз ба? Иә. Сіздің күйеуіңіз ғой, Иә. Түсінікті. Сол кішкене келіп, сол үйлерін түсіріп жатырмыз, көрсетіп, қазақ еліне. Үкімет поддержка беріп жатыр, көмек беріп жатыр деп, соны түсірейік деп келдік. Иә. Иә. Сол кішкене. Бала көп бала ретінде, баламызға 5 бала береді. Сол әрі көп бала ретінде, әрі өшетке қояды ғой. Сол өшеттен алып, сол осыға беріп қойған. Балдар 5 бала соғасын. Монғолиядан, мұнда адамдар Монғолиядан көшіп келді, өзіміздің қандасымыз ғой. Сол рахмет, енді тағы да кішке аралап шығамыз. Сендерге де рахмет. Мен блогермін өзім, арнам бар. Сол мына. Блогерміз. Ибрай атын Сәлин көшесі ма? Көріп тұрмыз. Анау. Мына Ахмет Байтұрсын, Ахмет Байтұрсын көшесі. Түсінікті. Қандай проблема бар, қандай сұрақ бар? Қандай мәселе бар? 12 Ана жақта ауылда елде қалды ма? Қазақтар бармайды? Көп қой, үлкен балам қалды, інім қалды. Ол емес, ол жақтың да қазір Өте жақсы қабылдап. оларға рахмет, өзбек ағайындарға. Қазақ мектептері бар ол жақта. Бәрі бар. Ассалаумағалейкум. Менің атым Диас Құзайыр, мен блогермін. Мен Серік ағамен бірге келдім. Сіз өзіңіз мұнда Бөкейханов деген көшесіне, осы Ақсу қаласына қашан көшіп келдіңіз? Қай жақтан көшіп келдіңіз? Оңтүстік Қазақстан облысына көшіп келдім. Осы 2023-ның май айында келдім. Үйлерді сіздерге қалай? Тегін берді ма әлде? Әлде төлейсіңдер ма сол? Қанша төлейсіңдер ай сайын? 14 мыңнан төлейміз. 14 мың, Негізі ол қымбат емес, қалада. 5 жылға 14 мыңнан төлеп тұрамыз. 5 жылдан кейін үйді бағалап, бағасына сатып аламыз. Түсінікті. Балалар бар ма? Қанша бала бар? 1 бала шаға. Түсінікті. Қалай мұнда ұнап тұр ма? Үй жақсы ма? Су бар ма мұнда? Үй жақсы, су бар, свет кірген, бірақ сәл качество жағына келетін болсақ, сапасына келетін болсақ, гарантия беріп жатыр. Түсінікті. Сәл жөндеу жұмыстары бар, енді жөндеу жұмыстарына Сіз қысты күні тұрған жоқсыз ғой? енді бірінші қыс. Алдыңызда қыс бар. Иә, алдымызда қыс. Мамыр айында келсеңде қыста. Сіздер қалай анау бір бағдарлама арқылы мен келдіңдер ма? Иә, көші-қон бағдарламасы. Көші-қон, Сол Бурахан айтқан бағдарлама ғой. Онда, значит, и оңтүстік жақтан, батыс жақтан бар ма мұнда? Иә, барлық жақтан келіп жатыр. Қандастар да бар. Сол жаңағына бір қандастан сұхбат алып, кішкене енді. Сол. Келгеніне 10 жыл болды. Біздің келгенімізге жақында міне үйдің сапасына қарай материалдар беріп жатыр. Акимат рахмет оған. Сапасы бірақ сәл толық берілмей жатыр енді, сәл кешіктіріп жатыр енді. Жарайды. Қала әкімі беріп жатыр. Иә, әкім жағынан беріп жатыр. Ана жақта жаңа үйлер салып жатыр, ана жақ артында. Иә, оған да жаңа үйлер салып жатыр. Ана үлкен үйлер, это что, частный үйлер ма уже? Частный үйлер. Уже местный осы жердің, Сендердің чисто осындай үйлер, Иә, біздікі. Түсінікті. Жұмысқа орналастыңыз ба? Өзім орналастым. Өзің, Қандай жұмыс? Заводта. Заводқа, Феррославда ма? Иә, Феррославда. Бірақ алды сіздерге кішкене қолдау көрсетіп, мында келіп, сол интернетке YouTube каналға шығарам.
сол рахмет, аман болыңдар, бақытты тілейміз. Енді ешқайда көшпеңдер, мында тұрыңдар. Осы бірге осы Павлодар қаласының атын ауыстырайық. Енді бір қазақ атауын берейік. Сол рахмет, аман болыңдар. Ақсу қаласы. Алейкум, есіміңіз кім болады? Тілеген, иә. Сіз мұнда Монғолиядан келдіңіз, иә? Бірақ сіз мұнда қонақ ретінде келдіңіз қазір, иә? Қай, осында сіздің аға тұрады, иә? Інім тұрады, иә? Аха, енді сіз мұнда көшуге қалай қарайсыз? Көшесіз ба Қазақстанға? Жоспар бар ма? Алла бұйырса, бүгін ертең. Жарайды. Монғолияда қалай сізге анау қалай айтуға болады? Көзқарас. Жақсы. Монғолдар сізге анау ешқандай нетпей ма? Қазақ тілі ущемлять етіп, анау. Жоқ. Аха, бәрі жақсы. Кең ғой, барлығы жақсы. Қазақ мектептер бар ма Монғолияда? Бар, иә? Мешіттерде бар, Ламбатырда да мешіт көп. Медресе мешіт. Бүткіл жерінде ешқандай қыспақ жоқ бізде. Қыспақ жоқ, иә? Жақсы. Сол кішкене келіп, осындай үйлерді түсіріп, біздің қазақ елімізге көрсетейік. Осындай бізге қазақтар көшіп жатыр. Ризамыз, біз осы жердікіміз өзіміз. Мысалы, енді кейбіреулер айтады, о, там понаехали анау-мынау. Біз ондай емеспіз. Біз қазақтарды әрқашан қолдаймыз. Сол. Так что есім кім болады тағы да? Тілеген. Давай, Тілеген тоже осындай бізге көшіп кел. Үй береді. Әйелі бар ма? Бала-шаға бар ма? Қанша бала бар? Бесеу. Вот как раз бесеу. 5 балам, 5 Қазақстан Республикасы азамат болады. Саны көбейтеді. Руың қандай? Төлек. Ау? Төлек. Керей ма ол? Керейге кіреді ма? Найман ба? Керей, иә. Аха, түсінікті. Сол біз руға бөлінбейміз, бірақ руымызды білу міндет ол. Иә. Жарайды, рахмет. Амандықпен.